Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын орындаудың жол картасы бекітілді. 148 пункттен құралған құжат бойынша алдағы 5 жылда жаңа жұмыс орындарын ашу, көлік логистика, агроөнеркәсіптік кешен мен туризм бағыттары бойынша әр жылға нақты жоспар бар. Мәселен, алдағы 5 жылда 70 мың жұмыс орны құрылады. Ал еңбек және бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасымен 630 кәсіпкерлік субъектісіне қолдау көрсетіліп, 500 адам кәсіпкерлік негіздеріне оқытылады. Алдағы 5 жылда оқушы саны 60 мыңға артады. Сондықтан мектептер саны да артады. Бағдарлама бойынша 21 мектеп салынады. Осы бағыттағы жұмыстар денсаулық сақтау саласында да жалғасады. Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына және халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын тұрақты жақсартуға бағытталған. Жол картасының аясында 5 жылға шараларды іске асыруға бюджеті 437 миллиард теңгені құрайды. Кадрлардың тапшылығын проблемасын шешу үшін кешенді шараларды іске асыру, материалдық техникалық базасын нығайту, денсаулық сақтау саласының 24 объектісін салу және жөндеу жүргізу жұмыстары қаралды. Олардың ішінде қазіргі маңызды Мұнайлы аудандағы орталық аурухананы салу мәселесіне үкіметтің қолдауы бар, салалық министрлікпен жұмыстары пысықталуда.